келесі 488 есептің асын шығарайық. 4-тен 3 сағат және 20 минут қайсысы көп дейді. Яғни 20 минутты біз сағатпен жазайық. Ол дегеніміз 1 сағатта 60 минут бар. Сондықтан да 60-тан 20 деп жазамыз. Қысқартып жіберетін болсақ 3-тен 1 кетсем болады. Сонда бұл 3-тен 1 сағат болып тұр. Сонда 4-тен 3 сағат көп па, әлде 3-тен 1 сағат көп па? Салыстырамыз. Ол үшін ортақ бөлім береміз. 3-тен берейік, 4-тен берейік. Сонда 12-ден 9 сағат және 12-ден 4 сағат болады. Бізде бөлшектің алымына қараймыз. Бізде 9 саны үлкен болғандықтан 12-ден 9 сағатымыз үлкен екен. Келесі әсі 100-ден 51 килограмм және 590 грамм. Оны граммға айналдырып жазатын болсақ, 590 грамм бөлімде 1000 грамм болады. Яғни 1 килограммда 1000 грамм бар. Екеуін килограммға айналдырып жіберетін болсақ, 100-ден 59-ға тең болады екен. Енді екеуін салыстырайық. 100-ден 51 килограмм және 100-ден 59 килограмм. Алымына қараймыз. Бізде 59 көп болғандықтан 100-ден 59 килограммымыз көп екен. Келесі бұсы 10-нан 7 километр және 900 метр. 900 метрді километрмен өрнектеп алайық. Сонда 1000-нан 900 километр. Бұны метр километрге айналдыратын болсақ, 10-нан 9 километр болады екен. Енді 10-нан 7 километр көп па, әлде 10-нан 9 километр көп па? Салыстыратын болса, алымы үлкен жағымыз көп болады. Сонда 10-нан 9 километріміз көп екен. Келесі екінші есебін шығарайық. 8-ден 6 метр куб сума, әлде 4-тен 3 метр куб мұз үлкен ба дейді. Енді ортақ бөлім берейік. 8 санынан береміз. 2 болады. 8-ден 6 метр куб су, 8-ден 6 метр куб мұз екен. Екеуі бізде тең екен. Келесі үшіншісінде 2-ден 1 сантиметр куб парафин және 10-нан 5 сантиметр квадрат қорғасын. Так, салыстырайық. 5-ке көбейтем. 10-нан 5 сантиметр куб парафин және 10-нан 5 сантиметр куб қорғасын. Бұл да бізде тең болады екен. 489 есебіміз. Жер шарының сулы ауданының тынық мұхиты 2-ден 1 бөлігін, Атлант мұхиты 4-ден 1 бөлігін, ал Үнді мұхиты 5-ден 1 бөлігін алады. Осы шамаларды салыстырып, нәтижесін қос теңсіздікпен жазыңыздар дейді. Яғни, бір санын 2-ке бөлген. Мына жерде бір санын 4-ке бөлген. Ал мына бір бөлшекте бір санын 5-ке бөлген. Сонда ең кішісі сонда бізде 5-тен 1 болады екен. Ол кіші бізде 4-тен 1-ден. Ал 4-тен 1 саны бізде 2-ден 1-ден кіші екен. Сонда 4-тен 1 саны 2-ден 1-ден кіші, бірақ 5-тен 1-ден үлкен болады екен.
190-шы есебіміз. Адам денесінің 20-дан 13 бөлігі су. Адам денесінің 20-дан 13-ші су екен. Жануар денесінің 2-ден 1 бөлігі су. Ал балықтың 4-ден 3-і су болады екен. Қай организмде су көп, қай организмде су аз. Нәтижесін қос теңсіздікпен жазыңыздар дейді. Ол үшін біз бөлшектің бөлуін бірдей санға келтіреміз. Яғни 20-ға келтірейік. 20-ға келтіру үшін 10-ға көбейтеміз. Сонда 20-дан 10-ға тең екен. Келесі 4-тен 3 бөлшектің бөлуін 20-ға келтіру үшін 5-ке көбейтеміз. Сонда 20-дан 15-ке тең болады. Енді бөлшектің бөлімдері бірдей. Енді алымына қараймыз. Алымның ең азы, ол ең кішісі болады. Сонда 10 бөлшектің бөлімдері 20. 20-дан 10. Үлкен одан 20-дан 13. Ал бұдан 20-дан 15 үлкен болады екен. Яғни 20-дан 10 деп тұрғанымыз, ол бізде жануарлар 2-ден 1, және 20-дан 13 дегеніміз, ол адам екен. 20-дан 13-тің өзін жазамыз. Және 20-дан 15 дегеніміз 4-тен 3, бұл балықтар екен. Сонда 20-дан 13 саны 4-тен 3 санынан кіші, бірақ 2-ден 1-ден үлкен болады екен.